Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Сіздерді каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер мынандай бабушкин квадратты қалай тоқу керек екенін үйренетін боламыз. Мынандай әдемі, ровный, күшті квадраттарды үйренетін боламыз. Және де бұған жіптердің астатықтары да өте күшті келеді. Әртүрлі түстердің осындай астатық жіптерді қолданып, осындай әдемі квадраттар жасауға болады. Және бұл квадраттардан өте көп нәрсе тоқуға болады. Сонымен бастайық. Ең алдымен кольцо амигуруми жасаймыз. Оны қалай жасайтынымызды көрейік. Мінекей, ең алдымен жіпті осылай саусағымызға айналдырып аламыз. Мінекей, бұлай айналдырамыз және осы кольцодан осылай жіпті шығарып аламыз. Мінекей, сонда бұлай тұрады. Жоқ, қазір. Мінекей, бұлай жіпті айналдырып аламыз. Бұлай жіпті шығарып аламыз. Соны бұлай тоқимыз. Бір, осы жерден 2 и 3 воздушный петля аламыз. И мына жіп бұлай қарай өзі тартылады жаймен. Енді ары қарай осы домалақтың ішіне тағы да 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. Мінекей, бір столбик и екінші столбикті тоқимыз. Екі столбик тоқыдық. Енді 2 воздушный петля тоқимыз. Енді тағы да осы дөңгелектің ішіне 3 столбик тоқимыз. 1, 2 және 3. Мінекей, мына жіпті тартқан кезде осылай жаңағы кольцо кішірейеді. Мына жерден тағы да 2 воздушный аламыз. Тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2 және 3. Мінекей, тағы да 2 воздушный аламыз. Және де соңғы рет 3 столбик с накидом тоқимыз. Мінекей, жіпті осыдан кейін полный бит тартамыз. И бізде кішкентай 4 бұрыш пайда болып келе жатыр. Мінекей, енді 2 воздушный алып, мына жердегі 3-ші воздушный петляға соединительный столбик жасаймыз. Оны қалай жасаймыз? Мінекей, 3-ші воздушный петляға кіргіземіз және жіпті алып, мына жерден бұлай өткіземіз. Мінекей, және де 1 воздушный алып, осы жерден қиып тастаймыз. Мінекей, қиып тастадық. Міне, бізде осындай әдемі 4 бұрышты форма пайда болды. Енді мына жіптерді дәл осы жерден жасырып кетеміз. Ол үшін осылай арасына кіргіземіз. Не бұлай. Осылай кіргізіп, жіпті қиып тастаймыз. Мінекей, жіпті қиып тастадық. Енді мына жіпті жасырамыз. Ол жіпті мына жерден жасырған ыңғайлырақ. Мына жердегі воздушный петлядан кіргізіп, жіпті төменге қарай кіргізіп аламыз. Мінекей, мынаның арасынан өткізіп, осылай тоқығандардың арасынан
жасырып жібереміз. Мінекей бізде ешқандай тоқылған жерлер білінбей қалды. Мінекей. Енді басқа түспен тоқимыз. Көк түспен тоқимыз. Өзіңіз кез келген түстерді үйлестіріп алып тоқи берсеңіз болады. Мінекей. Енді қалай бастаймыз? Мына жерге бір воздушный петля алып аламыз. Жіптің ұшына. Содан кейін былай кіргіземіз. 1, 2, 3 воздушный петля тереміз. Және осы тесікке тағы да 2 воздушный петля тереміз. 2 столбик с накидом тоқимыз. Мынамен 3 болады. 1, 2, 3 болды. Енді бір воздушный петля аламыз. Келесі мына жіптің үшін осылай жасырып кетеміз мынаған қатар. Келесі мына жерге 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2 және 3. Біз енді бұрышына келдік. Бұрышына келгенде 2 воздушный петля аламыз. Тағы да осы жерге 3 столбик с накидом тоқимыз. 2 және 3. Неге бізде бұрыш пайда болды? Мына жерге 1 воздушный петля аламыз. Және де ары қарай бұрышқа 3 столбик с накидом тоқимыз. 2 воздушный аламыз. Және де 3 столбик с накидом тоқимыз. 2 3. Ары қарай қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Мінекей екінші қатарды аяқтадық. Мінекей бізде әдемі форма шығып келе жатыр. Енді үшінші қатарға мен сары жіппен тоқимын. Мінекей. Тағы да бұрышынан аламын. Жіпті осылай жасап алам. Және де осы жерге 3 воздушный петля және 2 столбик с накидом тоқимыз. Сонымен 3 болады общий. Мінекей тоқыдық. 1 воздушный петля аламыз. Мына жіпті тағы да осылай жастырып отырамыз. Ішіне бірге тоқып отырамыз жіпті. Сонда шетінің жалғанған жерлері онша білінбей тұратын болады. Мінекей. Тағы да 1 воздушный петля аламыз. Және де мына бұрышына 3 столбик, 2 воздушный и 3 столбик аламыз. 2 воздушный и 3 столбик. Яғни көргендеріңіздей бұрышына келгенде 2 воздушный аламыз. Мынандай қабырғаларында 1 воздушный петлядан алып отырамыз. Және де алдағы уақытта тоқитын дүниемізді осы квадраттардың осындай санына қарай алып отырамыз. Мысалы, детский жилетка тоқитын болсақ, осылай 3 қатардан алып отырамыз да, 4-ші қатарында уже не жасаймыз? Біріктіру жасаймыз. Бір квадратпен екінші квадратты біріктіріп. Ал үлкен адамдарға жилетка тоқитын болсақ, онда 4 қатар, 5 қатар солай есептеп аламыз ары қарай. Мінекей менің квадратым әдемі қалыпқа түсіп келе жатыр. Мінекей.
Сіздер де осылай үйдегі қалдық жіптерді әдемі етіп тоқып тастасаңыздар болады. Бұл квадраттардан плед тоқуға болады, жилетка тоқуға болады, жемпір тоқуға болады. И даже кішкентай үйдегі қыздарыңызға сарафан тоқып берсеңіз болады. Өте әдемі көрінеді. Бұндай квадраттардан даже сумка тоқуға болады. Неге аяқтап қалдым. Бір воздушный алдым, және де 3 столбик аламын бұрыштан. Бір воздушный, мына жерге 3 столбик. Осымен менің квадраттарым аяқталады. Екі воздушный алып, мына жердегі 3-ші воздушный петляға соединительный жасаймын. Мінекей. Және осы жерден қиып тастаймын. Мінекей. Біздің квадраттарымыз дайын. Квадраттарды осылай тоқисыздар. 4-ші қатарда да дәл осылай тоқып шығасыздар. Бұрышына келгенде 2 воздушный аласыздар. Мына шеттерінде 1 воздушный петлядан аласыздар. Сонымен осындай әдемі квадраттар шығады. Егер бүгінгі видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де менімен алдағы уақытта түрлі заттар тоқығыңыз келсе, менің каналыма подписка жасап, жанындағы қоңыраушаны басып кетіңіз. Сонда менің жаңадан шығып жатқан видеоларымды уақытында біліп отыратын боласыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше.